Саламатсыздар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы кадрлық іс қағаздарын жүргізу негіздері. Яғни кадровое дело производства дейді орысша. Ол деген не? Сіздің компанияңыздың еңбек құжаттарын реттейтін құжаттарды қалыптастыру тәртібі. Яғни сіз бір мекемеге кадр ретінде жұмысқа кіретін болсаңыз, яғни осы кадрлық іс қағаздарын жүргізу негіздерін барлығын білуіңіз керек. Немесе өзіңіз жұмысшы ретінде, яғни сотрудник ретінде өзіңіздің құқықтарыңызды, заңдарды білгіңіз келсе, немесе жаңағыдай кадр жағына жұмысқа кіріп, кадр ретінде қандай құжаттарды реттеу керек, яғни жұмысшылар жұмысқа қабылдайтын кезде қандай құжаттар керек, трудовой договор бар, оның ішінде штатное расписание дейді, соның барлығын үйрену үшін сізге осы кадровое дело производства, яғни кадрлық іс қағаздарын жүргізу негіздерін оқу керек болады. Жалпы біз сабағымызда Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 6 бабынан бастайтын болсақ, яғни бұл жерде не айтылған? Еңбек құқықтарын іске асыру кезінде шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне, жасына немесе дене кемістігіне, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктерге жатуына байланысты ешкімді кемсітуге болмайды деген бізде заң бар, яғни мысалы бұл жерде не айтып жатыр? 3-ші группадағы инвалид сізге жұмысқа келіп тұр, оны жұмысқа ала алмаймын деп айта алмайсыз. Егер де оның инвалидтігіне байланысты медицинский справкасы болса дейді. Яғни бұл жерде мысалға сіздің вакансияңызға ол адамның жұмыс істеуге қабілеті болса, оны сіз жаңағыдай мүгедек деп кемсітіп жұмысқа ала алмаймын деп айта алмайды екенсіз осы заң бойынша. Яғни ол сіздің вакансияңызда жұмысқа қабілеті бар болатын болса, түсінікті ғой. Яғни бұл жерде айтады, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес еңбек қызметінің тиісті түрлері үшін белгіленетін не мемлекеттік, жоғары әлеуметтік және құқықтық қорғауға мұқтаж адамдар туралы ерекше қамқорлығына байланысты айырмашылықтар, ерекшеліктер, артықшылықтар мен шектеулер кемсітушілік болып табылмайды дейді. Еңбек саласында кемсітушілікке ұшырады деп есептейтін адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сотқа немесе өзге де сатыларға жүгінуге құқылы дейді. Қазақстан Республикасының енді 25-ші еңбек кодексінің 25-ші бабын талқылайтын болсақ, еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктерінің теңдігінің кепілдіктері дейді. Осы заңға бір қарайға, бірінші тармағында айтады бізге, еңбек шартын жасасу кезінде құқықтар мен мүмкіндіктердің теңдігін бұзуға тыйым салынады дейді. Екінші тармағында осы кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда жүктілік, 3 жасқа дейінгі балалардың болуы, кәмелетке толмағандар мүгедектік еңбек шартын жасасу құқығын шектей алмайды дейді. Мысалы, жұмысқа орналасатын кезде собеседованиеде сіздің аяғыңыз ауыр емес пе деп те сұрақтар қою мүмкін. Осы статьяға байланысты сіз оны жұмысқа алудан бас тарта алмайсыз. Ол диктофонға жазып алып, сізге шағымдануға құқылы екен. Келесі, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 152-ші бабын қарайық. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу бойынша екен бұл заң. Әйел адаммен еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе онымен жүктілігінің себептері бойынша еңбек шартын негізсіз тоқтату немесе еңбек шартын жасасудан негізсіз бас тарту немесе осы себептер бойынша 3 жасқа дейінгі балалары бар әйелмен еңбек шартын негізсіз тоқтату, сол сияқты мүгедекпен шарт жасасудан негізсіз бас тарту немесе еңбек шартын негізсіз тоқтату мүгедектік себептері бойынша немесе кәмелетке толмағандардың себептері бойынша. Енді осы заңды бұзатын болсаңыз,
200 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, немесе 200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, немесе 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамауға алуға, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығын 1 жылға дейінгі мерзімге жабуға жазаланады екен осы заң бойынша. Енді жұмысқа қабылдамауға рұқсат жағдайлар бар екен. Қазақстан Республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңында былай дейді: медициналық қорытынды бойынша оның денсаулық жағдайы кәсіптік міндеттерді орындауға кедергі келтіретін немесе басқа адамдардың денсаулығы мен еңбек қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларды қоспағанда, еңбек шартын жасасудан немесе қызмет бабында жоғарылатудан бас тартуға, жұмыс берушінің бастамасы бойынша жұмыстан шығаруға, мүгедектік себептер бойынша оның келісімінсіз басқа жұмысқа ауыстыруға жол берілмейді дейді. Бұл жерде бұл 32-ші баптың 3-ші тармағында айтылып жатыр, Түсінікті ғой бұл заңдар. Бұл баптар, заңдар түсінікті деп ойлаймын. Бірақ мынандай нәрсе бар, егер ол мүгедектігі бар бола тұрып, сіздің вакансияңыздағы жұмысқа қабілеті болмаса, онда ол адамды жұмысқа алмауыңызға болады. Енді штат кестесі дейді. Штат кестесі деген не? Бұл штатное расписание, Штат кестесі деген бұл ұйымның құрылымы, штат құрамы, штат саны жазылған ішкі ұйымдық құқықтық құжат. Ұйымда штаттық кестенің қажеттілігі тек еңбек заңнамасының нормаларына ғана емес, сонымен қатар жалақыны есептеу процедурасына да байланысты. Штат кестесі сот процесінде жұмысшылар санының немесе штаттың азаюын растайтын дәлел ретінде ұсынылуы мүмкін. Тексеру келгенде, олар бірінші кезекте мысалға сізден сұрайды: өтінемін, сіздің штат кестеңізді болады ма деп сұрайды. Егер біз мысалы жеке компанияда жұмыс істесек, яғни частный компанияда, онда сіздің кәсіпорныңыздың құпия ақпаратына қатысты құжаттар бар, және соның негізінде егер біз штат кестесін тізімге енгізсек, біз штат кестесін тексерушілерге көрсетпеуімізге болады. Яғни біздің компаниямыздың, өзіміздің кәсіпорнымыздың құпия ақпаратына қатысты құжаттардың ішінде сол штаттың расписание, яғни штат кестесі бар болса сол тізімде, онда тексерушілерге штат кестесін көрсетпеуге болады деп жатыр бұл жерде. Мына жерде штаттың расписание, яғни штат кестесінің үлгісі тұр, қарап шықсаңыздар болады. Мысалы, мына жерде жалпы штат кестесі жылдың басында бекітіледі, яғни жаңа жылда. Штат кестесінде өзгеріс болған жағдайда ғана жылдың ортасында немесе басқа да күндерінде қайтадан бекітсе болады. Мысалы, жаңадан бір отдел немесе бөлім қосылуы мүмкін, немесе жұмысшы жұмыстан босатылған кезде, немесе жұмысшының еңбек ақысы өзгерген, яғни қандай да бір кадрлық перемещение кезінде, немесе тағы басқа сол сияқты өзгерісте болған жағдайда ғана бекітіледі екен. Яғни мына жерде бүкіл нелерді, структурный подразделениелер кетеді, бөлімдер, аты, жұмысшылардың аты, оның должності, оның саны, қандай оклад бекітілген, қандай доплаталар қосылады, месячный фонд деген бұл барлық зарплаталардың қосындысы, қандай примечание бар, соның барлығы мына штатный расписаниеде көрсетіледі екен. Мына кестені интернеттен көрсеңіздер болады. Мынау штатный расписаниенің үлгісі. Мына жерде сіздің схемалық түрде сіздің ұйымыңыз неден тұрады, кім-кімге бағынады, кім-кімге есеп береді, сол туралы берілген. Мысалға, организацияның структурасы тұр. Ең бірінші компанияның директоры тұрады, яғни генеральный директор. Одан кейін оған бағынатын АУП дейді, қысқаша административно-управленческий персонал, оған бағынатын АХО, мысалға административно-хозяйственный отдел, немесе оған бағынатын отдел продаж деген осылай кәсіпорынның структурасын өзіңіз бекітсеңіз болады.